Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде тағы бір үй, Қарасай ауданы, Елтай елді мекен, Қаратөбе ауылында Береке 76/77 үйді сіздермен таныстырамын. Үй 4 бөлмелі, 2013 жылы соғылған, кірпіш, қызыл кірпіш. Общий квадраты үйдің 131 квадрат, кухнясы 13 квадрат, санузел бөлек. Состояние хорошее, дейді. Профнастиль шифра. Участок 12 соток. Участок как огорожен, забормен қоршалған. Суы скважина, канализация септик, свет бар, отопление газбен. Үй жақсы және жылы деп көрсетілген. 27 апрель күні салынған. Енді сіздерге хозяин нөмірін көрсетейін. Осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. 22-92 аяқ жағы. Үй иесінің телефон номері. Енді суреті, сырттағы көрінісі үйдің. Алыстағы көрінісі навес. Брусчатка есігінің алдына толық. Мына жағында тағы бір сурет. Санузел. Санузелдің есігі. Тағы бір бөлме. Достар, міне осындай фотоларды үй сатар кезде қоюға болмайды. Белгісіз коридор. Мынандай шашылып жатқанда жинастырып қойсаңыздар жақсы болар еді. Зал. Стенасы Леонардо. Жатын бөлме. Және үй 15 миллионға жақсы сатылып жатыр. Және сіздерге Қаратөбе қай жерде екенін таныстырып кетейін. Қаратөбе елді мекені, Елтай елді мекенінен төмен қарай, солтүстікке қарай. Сол жағымызда станса Шамалған, Исаев парқасында Көкөзек бар, Шармухаммед және 71-ші разъезд Рахат ауылы бар. Оң жағымызда Боролдай елді мекен, Сайына көшесімен тігінен тақаластарда солға қарай жүрсеңіздер, Көкөзектен өткеннен кейін мост бұрат, темір жолдың сол өтісімен тігінен жүрсеңіздер, Исаевтың арасындағы Қаратөбе көрінеді. Және үй ұнаса лайк басып, комментарий астына қалдырып отырыңыздар.